Сәлем қыздар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер құрамы қолжетімді, дайындалу жолы өте тез, әрі дәмі тіл үйіретін балды торт әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге ұн, шекер және ас содасы, 3 жұмыртқа, бал және бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет. Ең алдымен осылай жанып тұрған отымызға сары майымызды салып ерітіп аламыз. Барлығын жақсылап тез араластырып отыруымыз қажет. Майымыз ерігеннен кейін 3 жұмыртқамызды тез араластырып салатын боламыз. Әйтпесе біздің жұмыртқамыз пісіп кететін болады. Осылай қолымызбен тез араластырамыз. Кейін осылай шекерімізді салып барлығын баяу отта араластырып отырамыз. Ас содасы мен балымызды салып осылай отта 2-3 минут араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болғаннан кейін отымыздың астын сөндіріп, басқа ыдысқа құйып аламыз. Кейін ұнымыздың жарты бөлігін алып, жаңа газда ерітілген массамыздың барлығын құйып аламыз. Осылай қасықтың немесе шанышқының көмегімен қамырымызды, жарты ұнымызды араластырып, кейін ұнымыздың барлық бөлігін салып, қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Дайын қамырымыздың бетін жауып тындырып қоямыз. Енді кремін әзірлейтін боламыз. Жұмыртқаның үстіне қантымызды салып миксерлейміз. Біздің қантымыз бен жұмыртқамыз бір-бірімен жақсы араласып, қантымыз еру қажет. Содан соң үстіне ұнымызды 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Және де тағы бір миксерлеп, біздің массамыз барлығы бір-бірімен араласуы қажет. Енді отта 1 литр сүтімізді қайнауға жақындаған кезде, қайнап бастаған кезде жаңағы қант жұмыртқа ұнымызды салып, осылай қолымызбен қатты жақсылап араластырамыз. Міне біздің массамыз қоюланып жатыр. Осы кезде үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып жібереміз. Міне суыту үшін басқа ыдысқа құйып, бетін осылай жауып, салқын жерге қоямыз. Сол кезде біздің креміміз қоюланады. Міне енді корждарымызды мен 6 бөлікке бөлдім. Қалауларыңыз бойынша бөліп алсаңыздар болады. Оқтаудың көмегімен жайып, біздің жаңағы формамызға ұн сеуіп, қызып тұрған 180 градустағы пеште 10-15 минут аралығында беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл жерде формаларыңызға пергамент қағаз төсесеңіздер де болады. Пергамент қағаз болмаған жағдайда астына шамалы ұн сеуіп, осылай қамырымызды орналастыратын боламыз. Піскен корждарымызды осылай қоюланған кремімізді жағып жинайтын боламыз. Және де бетіне жан жағында қалған корждарды оқтаудың көмегімен езіп алып, бетіне жан жағына себетін боламыз. Мен 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алдым. Міне біздің тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі дәмді. Жасап көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.